Сәлем достар, сіздермен бірге мен Тоғжан Қалаев. Міне жаз мезгілде келіп жетті, және де осы жаз мезгілін одан әрі көңілдірек өткізу үшін мен сіздерге 5 өте күлкілі пранктар дайындаған болатынмын. Айтпақшы, 25 мамыр менің каналыма 1 жыл толған болатын. Және де бұл өте керемет, бұл каналымыздың алғашқы туған күні деуге болады. Және де біз видеоға көшеміз. Бұл пранк үшін бізге біткен кремнің ыдысы керек, және де майонез керек. Біз майонезді ыдысқа құямыз, және де ол крем сияқты көрінетін болады, бірақ иісі болмаса. Және де бұл пранкты құрбыларыңызға немесе үйдегі апайларыңызға жасауға болады. Келесі пранкқа бізге наушник керек, скотч керек, және де қайшы керек. Бірінші наушникті аламыз. Және скотчтан біраз кесіп аламыз. Скотчтен кесіп аламыз да. Енді кішкентай өте бөліп кесіп аламыз. Және де құлаққаптың, наушниктің осы басына жабыстырамыз. Және сіздер көрінбейтін де қылып жабыстыру керексіздер. Әвсе көрініп қалса пранкынан шықпай қалады. Осылай арттан қиып тастаймыз сосын мына жерде. Арты қалды. Қиып тастаймыз. Және де екінші жағына да тура сөйтеміз. Достар, мен жабыстырып қойдым. Олар былай көрінбейді өте. Және де дауыс естіліп тұрады, бірақ ол қатты громкостьқа қойса да, бұл ақырын естіліп тұрады, және де бұл өте көмектеседі. Егер досыңыз өте қатты тәттілерді жақсы көретін болса, мен сияқты онда кәмпитті ашамыз. Сәбізді аламыз, оны аршимыз, жуамыз, сәбіздің формасымен қылып кесеміз, және де сәбізімізді кәмпиттің қағазына орап, қайтадан орнына қойып қоямыз. Әлде досыңызға береміз. Келесі пранк өте оңай. Ол үшін бізге досыңыздың пеналы керек, және де оны ашамыз. Және де оны осы қалпында үстелге қоямыз. Онда қарындаштарды шашып алмау керек. Сонда досыңыз келгенде, ол пеналын алып қалғанда, онда қарындаштар барлығы шашылатын болады. Бұл өте күлкілі болады, және де оған барлығын жинауға тура келеді. Келесі пранк үшін бізге 2 досыңыздан телефон сұрап аламыз, телефондарын. Және де әлде үйдегілерден 2 телефон алып аламыз, байқамай. Одағы артқы корпусын ашамыз да. Және де ішіндегі симкалардың екеуін орнын ауыстырып тастаймыз. Және де бұл өте күлкілі болады. Бірақ симкалар бірдей болу керек. Мысалы, біреуінікі актив болса, екіншісінікі де актив болу керек. Және де осылай пранк жасауға болады. Міне осымен видеомыз аяқталды. Егер видео ұнаса лайк басамыз, және де міндетті түрде каналға жазылып кетіңіздер. Астыда міне подписаться деген кнопка тұрады. Және де қасында колокольчикті де басамыз, қоңыраушаны. Және де менің басқа әлеуметтік желілеріме кіруді ұмытпаңыздар. Олар ВК группа, Инстаграм. Және де міндетті түрде мен Инстаграмыма жазылып кетіңіздер, және де ВК группама. Және де келесі видеода мен қазіргі кезде өте танымал видеоны түсіретін боламын. Ал қандай видео, оны Инстаграмда білетін боласыздар. Және де мен сіздермен қоштасамын. Сау болыңыздар.